Бұл кезде 5 тағды папкасы, 5 папка және оған қосымша ондағы оқу шеңбері және есептер, жұлдызшалы есептер нұсқа беріліп жатыр. Қызы бар. Әр ойында 8 ойыннан жалпы 40 липучкалы ойын болады. Сіздерге қазір осының барлығын ішін жекелей ашып көрсететін боламын. Бірінші бізде коммуникатив дағдылары, бұл жерде қосымша материалдар, дауысты және дауыссыз дыбыстар үйшігі, қалташалы, мына жерде мына қырық әріпті бөліп балалар салады. Мына жерде сөздерді әріптермен жазып жазу керек. Мына липучкалы, балық, тәрізді әріптерді теріп, мына жерге балалар жазып оның қосымша материалдары мына жерде бар. Мына әріптер қосымша тағы да 12 суретті сөз бар. Оның барлығын осы жерден құрастырады. Мынау есептеуге арналған математикалық есеп. Мына жерде мысалдары мынау қалташаға салынады. Мына жерге фломастермен жазып өшіріп есептерді құрастыратын болады. Және 1-ден 10-ға дейінгі липучкалы сандар. Және мына жерде математикалық грамматика сөздерді оқиды. Мына жерге жазып қайтадан өшіруге болады. Екінші бізде танымдық және зияткерлік дағдыларды қалыптастыру. Бұл жерде 42 әріп барлығы мысалы бар. Мына жерде жыл мезгілдері 4 мезгіл: көктем, қыс, жаз, күз. Үй жануарлары мен жабайы жануарлар, жемістер мен көкөністер және мамандықтар. Келесі бізде балалар шығармашылық дағдысы, музыкалық аспаптар. Және мына жерде мынандай психологиялық тапсырма. Мына шеңберлерді сызықтарға қарай мына шеңберлерді табу керек. Бұл жерде біреу пішіндер, біреу ойыншықтар. Мамандықтар, проценттер, пішіндер, фигуралар. Және мынау екінші жұмын табу. Физикалық қасиеттерді дамыту, салауатты өмір салты, пайдалы және зиянды тағамдар, күн тәртібі, көңілді пішіндер, кім не істеп жатыр, күн тәртібі, бұл да эмоциялар және дене мүшелері, пингвин, пішіндер.